Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Мен биология пәні мұғалімі Ибраимова Бақыт Тасболатқызы. Біз бүгін менструация циклі туралы сөз қозғаймыз. Сонымен біз өткен сабақты қайтадан есімізге түсірейік. Қыз балаларда менструация циклі болады. Ал менструация циклі дегеніміз не? Ол жұмыртқа жасушасының жетілуі, фолликуладан шығуы, оның ескіруі және тіршілігін жоюы. Ал жыныс жүйесінің келесі жұмыртқа жасушасының жетілуіне дайындық жасауы. Осының барлығы менструациялық цикл деп аталады. Менструация циклі 28 күнде бір қайталанып отырады. Бірақ оны біз анық осы 28 күн деп айта алмаймыз. Себебі әр адамның физиологиялық жағдайы әртүрлі. Сондықтан 28 күннен 35 күннің арасында қайталанып отыратын циклді менструациялық цикл деп атаймыз. Негізінен бұл 4 фазадан тұрады. Бірінші фазасы менструация циклі. Менструация циклі деп аталынады бірінші фазасы. Екінші фазасы тыныштық кезеңі. Немесе тыныштық фазасы дейміз. Үшінші кезеңді овуляция. Төртінші кезең овуляциядан кейінгі кезең. Кейінгі кезең. Сонда 4 фаза болады. Бірінші менструация циклі, екінші тыныштық кезеңі немесе фазасы, үшінші овуляция фазасы, төртінші фаза овуляциядан кейінгі фаза. Негізі сендер өткен сабақта білеміз. Өткен сабақта біз аналық жыныс гормондары екеу дегенбіз. Олар эстрадиол және прогестерон. Осы гормондардың бөлінуі осы циклдің ұзақтылығын және уақытын анықтап отырады. Бірінші менструация циклі дегеніміз не? Менструациялық цикл кезінде бұл жатырдың сілемейлі қабатынан эндометрия бөлінеді. Ал эндометрия дегеніміз не? Оның біз сөздікпен жұмыс жасайық. Эндо деген ішкі, метра деген жатыр. Яғни жатырдың ішкі қабықшасын, сілемейлі қабықшасын, бұны эндометрия деп атайды. Осы эндометрияның бөлінуінен менструациялық цикл басталады. Яғни ол менструациялық цикл 28 күнде бір қайталанып отырады. Ал енді екінші тыныштық кезең. Тыныштық кезеңде не болады? Тыныштық кезеңде болар. Бұл жерде бағанағы жатыр тыныштық күйге түседі. Яғни қайтадан сілемейлі қабықша қалпына келе бастайды. Сол кезде бағанағы эндометрия қайтадан қарқынды түрде бөліне бастайды. Сол кезде біз тыныштық кезеңі деп атаймыз. Үшінші овуляция кезеңі. Овуляция кезеңі бұл дегеніміз не? Бұл кезеңнің екінші аты секреторлық кезең. Неге? Себебі секреторлы деген сөз не? Жатырдың ішкі қабықшасындағы сілемейлі жасушалардан сұйықтық бөлінеді. Ол сұйықтық жартылай мөлдір түсті, ақшыл түсті болады. Ол жерде бізде гликоген көп. Яғни сперматозоидтер ол жерде 5 күнге шейін тіршілігін сақтай алады. Сол овуляция кезінде адамның дене температурасы күрт өседі. Сол кезде дене температурасының өлшеу арқылы біз овуляцияның, яғни ұрықтануға дайындық кезеңін біз біле аламыз. Қай кезде ұрықтануға мүмкіндік болады. Оған ең қолайлы жағдай осы овуляция жағдайы. Овуляциядан кейін 24 сағаттың ішінде сперматозоидтар жақсы ұрықтандыруға қабілетті болады. Ал овуляциядан кейінгі кезең дегеніміз бұл
егерде овуляциядан кейінгі кезең болады, қай кезде? Ол жүктілік болмаған кезде. Ал жүктілік болған кезде, немесе ұрықтанған кезде овуляциядан кейін кезең болмайды. Естеріңде болса, өткен сабақта тағы да айтқам. Аналық безден фолликула бар деп. Яғни көпіршіктер. Осы фолликуладан жұмыртқа жасушасы шыққан кезде сол жерде сары дене пайда болады. Ал сары дене прогестерон гормонын уақытша синтездейтін мүше. Сол кезде бұл егерде ұрықтану жүрмесе, ол сары дене тіршілігін жояды. Сөйтіп, 4-ші фаза ұрықтанған кезде бұл болмайды, ұрықтанбаған кезде ғана болатын фаза. Негізінен біз 2 гормонды айттық. Олар эстрадиол, прогестерон. Яғни осы 2 гормон аналық мүшенің, жыныс мүшесінің дамуына, ұрықтануына көп әсер етеді. Эстрадиолды біз айтамыз 2-ші реттік жыныс мүшелерінің дамуы үшін, жатырдың сілемейлі қабықшасының дамуы үшін керек гормон десек, ал прогестеронда жүктілік гормоны дейміз. Неге? Себебі прогестерон жүктіліктің кезінде өте көп бөлінеді. Міне балалар, бүгін біз менструациялық циклдың не екенін, оның 4 фазасын біз талдап өттік. Сонымен 1-ші фаза менструация циклы, 2-ші фаза тыныштық кезеңі, 3-ші фаза овуляция, 4-ші фаза овуляциядан кейінгі фаза. Міне балалар, бүгін біз сабағымызды аяқтадық. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабаққа шейін қош сау болыңыздар.